Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз мәтінді есептер туралы. Бүгінгі сабақта газет беті, кітап беті, сағат, күн, апта, айлар, спираль формуласына тоқталамыз. Кітап беті. N кітап беттерін нөмірлеу үшін пайдаланылатын цифр. Егер кітап бірінші беттен басталса, N алу 189 бөлімінде 3 қосу 99 деген формула арқылы кітап бетін табамыз. Ал егер үшінші беттен басталса, сол n-нен 187-ні аламыз, 3-ке бөлеміз, шыққан санды одан кейін қосамыз, оған 99-ды. Кітап беттерін нөмірлеу үшін 600 цифр пайдаланылды. Осы кітапты барлығы неше бет екенін анықтаңыз. 600-ден 189-ды алып, оны 3-ке бөліп, оған 99-ды қосып көрейік. Немесе 236 шығады. Ал енді осыны шығарып көрейік. Былай түсіндіріп көрейін. Бірінші бір таңбаларға 1, 2, 3, осылай 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни жалпы барлығы 9 цифр қолданылады. Ал екі таңбаларға келетін болсақ, олар екі таңбалар 10-нан басталады, 99-ға аяқталады. Жалпы бірден бастап есептеп жатқан жоқпыз ғой бізде. Бір таңбалылар кірмейді, сонда екі таңбалылар бізде 90-ды 2-ке көбейтеді, 80 цифр болады. Енді үш таңбалылар табу керек. Үш таңбалылар табу үшін 600-ден біз алып тастаймыз, міне 189-ды. Сөйтіп, шыққан санымыз қанша болады? 411 бола ма? Сол 411-ді 3-ке бөлеміз. 411-ді 3-ке бөлеміз. 137. Енді бір таңбалы мен екі таңбалыларда жалпы 99 сан бар, 99 сан бар. Сол 99 санды қосамыз енді. 137-де, яғни бұл 137 деген үш таңбалыларда бар сан. Сонда бұған 99-ды қосқан кезде 236 шығады. Мына формуламен шығарсақ та болады, былай шығарсақ та болады. Кітап беттерін нөмірлеу үшін 430 цифр пайдаланылды. Егер кітап үшінші беттен басталса, осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз. Егер кітап беттерін нөмірлеу үшін үшінші беттен басталса, осы 430-дан 187-ні алып, оны 3-ке бөліп 99-ды қосуға болады. Яғни алып көрейікші. 430-дан 187-ні алып көрейін. 3 түседі. Мына жерде 2, 12-ден 3, 8-ді алатын болсам, 4 түседі, мынау 3, 2 түседі, 243. 243-ті енді мен не істеймін? 200, міне 243, оны 3-ке бөліп 99-ға қосамын. 3-ке бөлейін, 24-тен қайран 8, 81, 81-ге 99-ды қосатын болсам 180 шығады. Ал былай шығарып көрейін енді. Бір таңбалыға 7 цифр кетті, себебі 1 мен 2 кетпеді ғой, сондықтан 7 цифр кетті. Ал екі таңбалыға жаңа айттым 180 цифр кетті. Ал үш таңбалыдағын табу үшін сол 430-дан бір таңбалы мен екі таңбалыға кеткенді алып тастаймыз. 187-ні алып тастаймыз, шыққан санды 3-ке бөлеміз, соған қайтадан міне 99-ды қосамыз деген формула шығып тұр. 180. 203 беттік кітаптың беттерін бірінші беттен бастап нөмірлеу үшін неше цифр пайдаланғанын табыңыз. Қанша цифр кетті дейді? 203. Бірінші, бір таңбалыларға біз әрине 9 цифр қолдандық. Ал екі таңбалыларға біз 180 цифр қолдандық. Ал енді үш таңбалылар бұл жерде 100-ден басталып тұр да. 100-ден басталып 203-пен аяқталып тұр. Яғни бір таңбалы мен екі таңбалыдағы сан ол 99-ды алып тастауымыз керек мына 203-тен. 104 сан бар екен. Оны мен 3-ке көбейтем, себебі цифр санын анықтауым керек қой. Цифр саны әр санды жасау үшін біз 3 цифрдан қолданып отырмыз. Енді 104-ті мен 3-ке көбейтемін. 2, 1 ойда, түседі 312. 312 цифр қолданып. Енді бәрін қосам. Сол 312-ге 189-ды қосамын.
Так, сонда 1 түседі. Мынау 9, 0, 1 ойда 501. Яғни бұл жерде жалпы 501 цифр қолданылды. Егер газет немесе журнал n беттен тұрса, онда кез келген қос бетінің қосындысы n қосу 1 болады. n қосу 1 болады. Мысалы, газет 40 беттен тұратын болса, бірінші және соңғы беттерін қосқан кезде 41 болады. Асқар көшеден бір газет тауып алды. Оның бір жағында 27 бет, ал екінші жағында 10 бет деп жазылып тұр екен. Сонда газет неше беттен тұрған? Мысалы, мынау газеттің беті деп ойлайтын болсақ, мына жерде 10 деп жазылса, ал мына жағында 27, иә? Енді мына жақта бізде неше беті бар жалпы? Неше парағы бар? 9 бар. 9. Мына жақта енді осы 27-ге де біз 9-ды қосамыз да, сонда 36 болады, иә? Жалпы газет сонда 36 беттен тұрады деген. Егер түсінбей жатсақ, осылай не қылсақ болады. Мына жақта 8-ші және 7-ші беттер бар, мына 5-ші және 6-ші беттер бар. Ал мына жерде 3-ші және 4-ші, 1-ші және 2-ші сәйкесінше 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-ші беттер және 35, 36-ші беттер. Жалпы газетте яғни 36 бет бар екен. Айбек ортасындағы парақтары жыртылған журналдың тауып алды. Оның бір жағында 18-ші бет, ал екінші жағында 59-ші бет деп жазылып тұр екен. Сонда журнал неше беттен тұрған? Бір жағында 18-ші бет, ал келесі жағында 59-ші бет деп жазылып тұр дейді. Сонда 18 мына жағында бізде әлі 17 бет бар, иә? 59-ға 17-ні қосамыз. 59-ға 17-ні қосамыз. Алды 76 беттен тұрады, яғни. Секунд 1000 миллисекундтан құралады. Ал бір жыл 365 немесе 366 күн. Қаңтар ол 31 күн болады. Қаңтарда, ақпанда 28 және 29 күн болады. Наурызда 31 күн болады. Сәуірде 30 күн болады. Мамырда 31 күн болады. Ал шілдеде 31 күн болады. Тамызда 31 күн, қыркүйекте 30 күн, қазанда 31 күн, қарашада 30 күн, желтоқсанда 31 күн болады. Саяхатшы сейсенбі күні сағат 20:45-те жолға шықты. Ол 29 сағат 30 минут жолда болды. Ол қай күні неше сағатта баратын жеріне жетті? Вторник күні 20:45-те жолға шықты. Енді үшінші күн. Бұл енді среда, иә? Сәрсенбі күні. 20:45 деп алатын болсақ, бұл жерде арада 24 сағат өтті. Енді осыған түнгі 12:00-ге дейін қанша сағат бар ортада? Соны есептеп көрейікші. Яғни ортада 12:00-ге дейін қанша уақыт бар? Мынау 8:45 қой. 8:45. Яғни 9-ға дейін бізде 15 минут бар. 9-ға дейін, яғни 21:00 болу үшін бізге 15 минут бар. 9-ға дейін 21:00-ден кейін 9-дан кейін 10, 22:00 бар. 21:00, 15 минутта уже 21:00 болады. Одан кейін 22:00, одан кейін 23:00, ары қарай 00:00 болады. Міне, мынаған дейін 15 минут бар. Одан кейін 9 бен 10-ның арасында тағы 1 сағат бар, тағы да 1 сағат, тағы да 1 сағат, яғни тағы 3 сағат бар екен. Түнгі 00-ге дейін, яғни 3 сағат 15 минут. Мына жерде 3 сағат 15 минут бар екен. Мына жерде 24 сағат кетті. Ал жолда бізде 29 сағат 30 минут болды деді жолда. Енді уже келесі күн басталып жатыр, үшінші. 4-ші күн басталып жатыр, уже 12:00-ден кейін келесі 4-ші күн басталады бізде. Енді бұнан қосатын болсам,
27 сағат 15 минут. Енді 29 сағат 30 минут дегеннен мен алып тастаймын. Енді мынау 27 сағат 15 минут дегенді алып тастаймын. Сонда не қалады менде? 2 сағат 15 минут қалады. 2 сағат 15 минут қалады. Яғни ол 4-ші күні барады. Қай күні жетеді? Яғни 4-ші күні бейсенбі күні барады, иә? 2 сағат түнгі 2 сағаттан 15 кеткенде барады екен. Бүгін аптаның сәрсенбі күні болса дейді. 100 күннен кейін аптаның қай күні болатынын табыңыз. 1-ші күн, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші күн деп алайық. 3-ші күні. Дәл қазір 3-ші күн болып тұр. Енді бір апта тағы арада 7 күн өткен кезде тағы қайтадан осы 3-ші күнге сәйкес келіп тұрсыз ба? Сонда біз осы 100-ді, осы аптаның осы қайталанудың нешеуі бар? 7 дегеннің нешеуі бар? Соны анықтайық. Кейін қалғандарын ары қарай таба береміз. 7-ге бөлеміз. 1-ден береміз. 7, 3, 30. Так, енді 4-ден беремін. 28, 2 қалдық. Яғни 2 қалды деген сөз. Егер ешқандай қалдық қалмаса, қайтадан осы 3-ші күнге сәйкес келетін еді. 1 қалдық қалса 4-ші күнге, 2-ші қалдық қалса 5-ші күнге сәйкес келеді. Бізде 2 қалдық қалды, яғни 5-ші күнге сәйкес келеді, яғни жұма күні. Күнделікті өмірде әртүрлі жарыстар, спорттық ойындар болады. Енді спираль формуласы туралы айтамын. Бұл жерде Т тең N алу 1 бөлімде 2 деген формула қолданылады. Бұл Т деген жалпы ойындардың саны, N деген ол командалардың саны. Бұл формула әртүрлі 2 команда арасында тек бір ғана ойын болған жағдайда ғана орын алады. Ал егер 2 командалар кейде 2 реттен ойнайды, дәл сол командалар өз алаңында немесе қарсыластың алаңында деп 2 рет қайтара ойнайтын болса, формула сәл өзгереді. Себебі бұл жерде біз не істейміз? 2-ге көбейтеміз. Дәл осы формуланы 2-ге көбейтеміз. Енді 2 мен 2 қысқарып кетеді дағыны. N алу 1 ғана қалады. Яғни Т тең N алу 1 болады. Футбол жарысында 4 команда бар. 4 команда бір-бірімен футбол ойнаса барлығы неше ойын болады? Формуланы пайдаланамыз бұл жерде. 4 алу 1 бөлімінде 2. Сонда бұл жерде 4 пен 2-ні қысқартатын болсам 2 көбейту 3 тең 6 болады. Ал енді футбол жарысында 12 команда бар. 12 команда бір-бірімен 2 матч ойнауы тиіс. 1 рет өз алаңында, 1 рет қарсыластың алаңында. Сонда барлық қанша ойын болды? Енді бұл жерде формула N алу 1 деген формулаға саламыз. 12 алу 1. Яғни 12-ні 11-ге көбейтемін. Сонда бұл 132 болады. Шахмат жарысында ойыншылар бір-бірімен бір ойыннан ойнады. Сонда барлығы 28 ойын болды. Шахмат жарысына неше адам қатысқанын табыңыз. Шахмат жарысына ойыншылар, яғни 28 ойын болды дейді. 28 тең ойын саны N алу 1 бөлімде 2 деп аламыз. Ойын саны белгіледі, бірақ командалардың саны белгісіз болып тұр, ойыншылардың саны. Енді 2-ні 28-ге көбейтеміз. Яғни астында тұрған сан үстіне, яғни алымына қарап барады. 2-ге көбейтіледі. N алу 1. Мына жерде неге тең болады? 56-ға тең болады. N алу 1. Так. Мына N-нің орнына қандай сандар қойсам болады? Мысалы, N-нің орнына біз 8 қойсақ болады. Мына жерде 8 алу 1 көбейткен кезде бізде 56 болады. Яғни команда 7 болады. 7-ні 8-ге көбейткен кезде 56 болады. Яғни бізде N тең болып тұр, 8-ге тең болып тұр.
математикалық тілге аудару адам жасына байланысты есептерге келген кезде былай шығарады екенбіз. 2 жылдан кейін десек x қосу 2 болады. 2 жыл бұрын десек x алу 2 болады. 2 жасқа үлкен десек x қосу 2 болады. 2 жасқа кіші десек x алу 2 болады. 2 адамның жастарының қосындысы десек x қосу y деп белгілеп алсақ болады. Ал 2 адамның n жылдан кейінгі жастарының қосындысы десек, мынау екеуі де n жасқа ұлғайғаннан кейін n-дар бізде екеу болады. X қосу y қосу 2n болады. Ал 2 адамның n жыл бұрынғы жастары десек, x қосу y алу 2n болады. 2 адамның жасының айырмасы десек, x-тан y-ті аламыз.